Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен бірге біз айтып жүрген бизнес WhatsApp ол не? Оны қалай қолданамыз? Ішіне қандай құпиялар бар? Қалай оны өзіміздің пайдамызға асыра аламыз? Сол туралы сөйлесеміз. Менің есімім Жанар Жарылқасынқызы, таргетолог боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттар болатын болады. Ал кеттік ендеше. Енді біз қазір бизнес WhatsApp дұрыс қолдануды көрсететін боламын. Яғни мен айттым, бизнес WhatsApp тіркеп алыңыздар. Таргет жіберген кезде бизнес WhatsApp'ты ғана қабылдайды деп. Енді оның мүмкіншіліктерін көрсетемін. Біз мынау настройка бөліміне кіреміз. Астында 10 жақта тұрған. Содан кейін үстінен астына санағанда 3-ші инструменты деген бөлімге кіреміз. Сосын короткий деген 5-ші тұрған бөлімге кіреміз. Короткий ссылка. Яғни бұл не үшін қажет? Бұл біз сілтемені сохранить етіп өзіміздің Инстаграмға қою үшін қажет. Яғни, мысалы мен Инстаграмда мына жерде сілтемем жоқ болса, бұл сілтемем жоқ болса, қазір көрсетейін, жоқ түрін көрсетейін енді, менде бар болып тұр екен. Мысалы, менде жоқ болса, осылай тұрады міне. Мен сообщение жазғысы келсе, маған қайыққа жазарын білмесе, дайреке жазғысы келмесе, прямой сөйлескісі келсе, номер жоқ. Енді оны қалай қоям? Жаңағына редактировать дегенге кіріп, мына жерде тұр ғой, о себе бөлімнің астында ссылка деп, соған кіріп, добавить деп плюсті басамыз. Сосын жаңағы біз мына жерден өзіміздің сілтемеміз копировать етіп алып тұрмыз ғой. Оған енді копировать етіп қойған кезде клиент бізге қандай сөзбен келу керек? Сәлеметсіз бе, толық ақпарат алғың келеді деп ба, соны осы жерге жазып қоямыз астына. Сәлеметсіз бе, толық ақпарат алғың келеді, сәлеметсіз бе, бағаларын білгім келеді деген сияқты. Сөйтіп сохранить етіп мына жаққа қойып қоямыз. Готованы басамыз. Дайын. Көрдіңіз ғой? Дайын болды. Ал одан кейін ол бөлімге кірген кезде, міне сәлеметсіз бе, толық ақпарат бересіз бе деп келді. Көрдіңіз ғой? Осылай келді бізге. Енді бізге керегі тағы да шығып кетеміз да инструмент бөлімге қайта кіреміз. Кірген кезде астында тұр ғой, сообщение сияқты жасыл. 6-шы, соған кіреміз сообщение деген. Одан кейін, мысалы, клиент бізге қандай бір сөз жазсын, мысалы, бізге сәлеметсіз бе десін, бір курс алғың келеді деп жазып жіберсін, или болмаса тағы бірдеме жазсын, соған автомат түрде сообщение бару керек бізден. Соны қалай істейміз? Оны, мысалы, жаңа кірдік қой, сообщение бөлімі, сөйтіп осы жерге жазып қоямыз. Мысалы, сәлеметсіз, мен сізге өзім хабарласам, әзірге парақшамды көре отырыңыз деп, мысалы, қойып қойдым, парақшамды қойып қойдым, Яғни мен өзім парақшам кешікпеу үшін, клиент жалықпау үшін менен өзім парақшамды қойып қойдым, пока көріп отырсын, жалық кетпесін. Яғни менің кім, не екен, немен айналысатын көрсін деп. Ол үшін Инстаграмға кіріп, любой бір рилске кіреміз да, үстінде сызық тұрады, соны басамыз. Сөйтіп, мына ссылка деген 2-ші тұрған бөлімді басып, копировать етіп аламыз. Жаңа копировать етіп алғанымызды осы жерге келіп қойып қоямыз. Сол кезде біз клиентке осы автоматты түрде сообщениеміз баратын болады. Көрдіңіз ғой, осы сообщениеміз барады. Ал сәттілік қолданыңыздар, бұл өте пайдалы.